қоғамда әрдайым маңызды дүниелер көңілден тыс қалып, фокус басқа жаққа бұрылады. Біздің қоғамда жаппай қысым факті бар. Әскердегі суицид, тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қор болған әйелдер, жұмыста қысым көріп өзіне қол жұмсаған мұғалім, тіпті кешегі депутат Әбілдаевқа жабылғандар. Бұл мәселелер шешілмейінше, яғни қоғамды құрайтын жеке адамға қатысты проблемалар шешілмейінше, жаңа Қазақстан, тіл мәселесі, ұлтшылдық сынды дүниелерді ысыра тұрған дұрыс. Баршаға сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Талқылауды бастамас бұрын арнаға жазылып, қоңырауға басуларыңызды сұраймын. Арнаны дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Кеттік. Қуатты әскер ел тірегі, онсыз қабырған сөгіліп, омыртқан опырылып, жолының үзіледі деп, Қазақстан әскерінде болған суицид жағдайлары не себепті қалыпты дүниеге айналып кетті. Бейбіт күнде қыршындай жастарымыздан айырылатындай әскер басына не туды деп қынжылған едік. Әскердегі қайғылы жағдайлар туралы шығарылымды сілтеме арқылы өтіп қарап шығыңыз. Бүгін бұл мәселені қайта көтеруге тура келіп тұр. 2022 жылдың 17 тамызында Жамбыл облысында әскери борышын өтеп жүрген атыраулық Бекбол Мираш өз-өзіне қол жұмсады. 18 жасар сарбаз шалбар белбеуіне асылған күйінде табылған. Бірінші нұсқада қызбен жанжалдасқаны айтылған. Кейін бұл дерек расталмады. Содан кейін бөлім командирі Айбек Нұртаев қатардағы жауынгерді балағаттап, қорлап соққыға жыққанын, соның кесірінен асылып өлгенін айтқан куәгерлер табылды. 2022 жылдың 24 тамызында бөлім командирі қамауға алынып, оның үстінен ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Алайда сот медициналық сараптамадан кейін марқұмның ауыз қуысы мен киімінен өзіне тиесілі емес шәует іздері табылғаны белгілі болды. Адвокат Сержан Пірәлиевтің айтуынша, сарбаздар Бекболға қатысты сексуалды сипаттағы әрекеттер жазылған бейнежазба түсірген. Артынан бұндай ұят пен қорлыққа шыдамаған жігіт өмірін қиған. Ал қорғаныс министрі сарбаздың өліміне қарулы күштердің қатысы жоқтығын мәлімдеді. Сот ісі жалғасуда. Кім кінәлі болса да, бұл психологиялық қысымның арты екені айқын. 17 қаңтар күні Батыс Қазақстанда 22 жасар ұстаз өз-өзіне қол жұмсады. Қыздың немере ағасы Назым педагогикалық колледжді аяқтап, ауылға мұғалім болып жұмысқа орналасты, бірақ басшылықпен қарым-қатынасы жақсы болмады деді. Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары жас маманға үнемі ескертулер айтып, тіпті әріптестерінің көзінше дөрекілік танытқан. Ал директордың айтуынша, әріптестер керісінше Назымға қолдау білдіріп, ыңғайлы жағдай жасайтын. Қазір полицияда іс өз-өзіне қол жұмсауға дейін жеткізу бойынша тіркелген. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан күн сайын қанша әйел қорлық көруде? Ауқымдылығын көрсету үшін әрине статистика көрсеткен жөн. 2022 жылдың қаңтар-шілде айларына берілген есепте 520 іс қозғалған. Оның 70-і адам өлтіру ісі. Бұндай сандарды естігенде ғана сеніп, жүрек қанжылайды. Біз көп жағдайда адамға сөзбен болсын, іспен болсын, қандай қысым жасап жатқанымызды түсінбей жатамыз. Сөз үшін жай ғана кішігірім түсініспеушілік болып көрінетін нәрсе екінші адамға жүрегіне сыза түсіретін ауыр дүние болуы мүмкін. Әрбір адам жеке тұлға, өмірді қабылдау деңгейі әртүрлі. Ал енді Әбілдаевқа жабылған біздің әрекет неге негізсіз екенін түсіндірейін. Ол сұхбатта 3 мәселені көтерді. 1. Ресей билігінің, яғни Путиннің әрекетін қолдаймын. 2. Бізде ұлтшылдық өршуде. 3. Қанша жерден тартынсақ та, біз Ресейге тәуелдіміз. Бірінші мәселе бойынша, соғысты мойындамау, Путинді қолдамау әркімнің өз таңдауы. Әрине бұл жерде мен оның ұстанымын қолдамаймын, бірақ оны өз ойын айтқаны үшін сынайтын да құқығым жоқ. Біз үнемі сөз бостандығын талап етеміз, бірақ өзімізге ұнамайтын нәрсе айтылса, аузын тезірек жауып тастауға әрекет етеміз. 2. Ұлтшылдық мәселесі. Жоқ емес, бар нәрсе, мойындау керекпіз. Бірақ менің айтарым ол бізге ғана емес, әрбір елге, әрбір ұлтқа тән дүние. Үшінші мәселе, көпшілікке мойындауға да, қабылдауға да қиын фактінің бірі, Ресей біздің басты серіктес. Ресейсіз күн көре алмаймыз. Ол шындық. Мысал ретінде экономикалық тұрғыда Ресейге қаншалықты тәуелді екенімізді атап өтсек. Барлық мұнай жолдары Ресеймен байланысты. Аса маңызды құбырлар Атырау-Самара, Каспий құбыр консорциумы. Елдегі бензиннің 40% Павлодар зауытынан шығады, ал газ ол жаққа Ресейден келеді. Әрине батыстан құбыр өткізуге болады, бірақ ол газ құбырын салу үшін бізге 10 жылдай уақыт кетеді. Еуропаға тасымалданатын астықтың басым бөлігі Ресей арқылы жіберіледі. Экономикалық тұрғыда біз Ресейге өте тәуелдіміз. Сондықтан мұны мойындамау дұрыс емес. Нейрожеліде Астана, жаңа Қазақстан, жарқын болашақ керемет сипатталып жатыр. Мақтағанды жақсы көретін халықпыз. Бұл бізге майдай жағып жатыр. Бірақ іште қанша шешілмеген, толастамай жатқан проблема бар. Тілді дамыту керек, Қазақстанда тұратындардың бәрі қазақ тілінде сөйлеу керек деп дабыл қағамыз. Шын мәнінде бұл демографиялық тұрғыда жеңіп шығатын мәселе. Айтпағым, одан да елдің негізгі ресурсы халықтың өміріне қауіп төндіріп тұрған маңызды дүниелерге назар аударып, проблемалармен күресейік. Айтқандарымен келісетін болсаңыз, не болмаса керісінше келіспеймін десеңіз, ойыңызды видео астына қалдыра отырыңыз. Бірге талқылап көрейік. Келесі кездескенше.